Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Айгүл. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен етсіз орама жасап үйренеміз. Үйіңізде ет таусылған жағдайда отбасыңызға осы ораманы жасап беріңіз. Алдымен сыйымдылығы үлкен ыдысқа 500 грамм ұнымызды салып, 300 грамм суға 1 шай қасық тұзымызды салып араластырып, жұмсақтығы орташа қамыр илеп аламыз. Дайын қамырымызды иі қану үшін бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді ішкі салмасын дайындауға кірісеміз. Ішкі салмасына үйіңіздегі бар затты қосуға болады. Біз білесіздер, еттен жиі ет асқан кезде құйрық май қалып кетіп жатады, үнемі жиналып қалып жатады. Соның барлығын мен холодильниктен шығардым. Соның барлығын 4 бұрыштап турап алдым. Одан кейін картопты турадым. Сәбізді барлығын турап, татымына қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрышты қосып, араластырып, мінекей біздің салмамыз дайын. Аскөк, ақ желкен, көк пиязды қоспай қойсаңыздар болады. Салмасына ұнамаса, тек қана дайын болғаннан кейін бетіне сепсеңіздер де болады, турап. Одан кейін дайын қамырымызды алып, әбден иі қанған қамырымызды екіге бөліп, екі зуала деп жатады бір жақта. Екі зуала қамырымызды еліп, тағы да бетін жауып қоямыз. Енді біз бетіне подливын жасауға кірісеміз. Майды қыздырып алып, ең бірінші қызыл көкпересімізді салып қуырып аламыз. Одан кейін пиязымызды саламыз. Перец пен пияз 5 минуттай қуырылғаннан кейін оның үстіне бір ас қасық томат қызанақ пастасын қосып жақсылап араластырасыздар да, татымына қарай тұз салып, үстіне жарты кесе су құясыздар. Қайнағаннан кейін өшіріп қоямыз, біздің тұздығымыз дайын. Енді қамырды жаюға кірісеміз. Бірінші кіші оқтаумен өстіп қамырымызды үлкейтіп аламыз, жаюға оңай болу үшін. Одан кейін үлкен оқтаумен жайып аламыз. Дайын қамырдың үстіне қамыр оралған кезде бір-біріне жабысып қалмасы үшін кішкене өсімдік майын құйып, қамырдың барлық жеріне қолымызбен жайып шығамыз. Оның үстіне дайын салмамызды салып, оны да қамырдың барлық жеріне жайып шығасыздар, видеода көрсетілгендей. Одан кейін қамырды екі ортасынан бөлеміз. Енді қамырымызды оңнан солға қарай, я болмаса солдан оңға қарай, өзіңізге қалай ыңғайлы солай орайсыздар. Енін 10 сантиметр қыласыз ба, 15, мүмкін 20 сантиметр қыласыз, өзіңіз білесіз. Мінекей мен осылай орап шықтым. Енді касканы майлап осылай саламыз да 30 минуттай қайнатып аламыз. 30 минутта дайын болып шығады. Мінекей біздің орамамыз дайын. Үстіне мінекей тұздығымызды қосып, оның үстіне аскөгімізді сеуіп, осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді шықты. Үйдегілерге ұнайтын болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүлектің асханасы. Менің арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.